Саламатсыздар, құрметті тыңдаушылар. Менің аты жөнім Құрмангалиева Гүлбақыт Қалымқызы. Мен жалпы практикалық дәрігермін және денсаулық сақтау саласының жоғарғы санаттағы менеджермін. Бүгінгі сіздермен біздің талқылайтын тақырыбымыздың аты консультациялық диагностикалық көмекке қалай жүгінуге болады және консультациялық диагностикалық көмекке қай кезде жіберіледі. Осы тақырыпты бүгін сіздермен талқылаймыз. Жалпы консультациялық диагностик көмек дегеніміз бұл жеке мамандардың немесе сіздің учаскелік терапевтарыңыздан немесе учаскелік дәрігеріңізден бөлек басқа мамандардың зерттеулері болып табылады, немесе басқа да бір диагностикалық зерттеулер түрлері осы консультациялық диагностикалық көмек деп табылады. Консультациялық диагностикалық көмек бұл жаңағы амбулаториялық жағдайда да немесе стационарлық жағдайда да көрсетілуі мүмкін. Енді өткен тақырыпта біз сіздермен айтып өткен болатынбыз. Егер сізде әлеуметтік маңызы бар аурулар болатын болса, онда сіз жаңағы осы барлық консультациялық диагностикалық зерттеулерді тегін қабылдай аласыз, тегін ала аласыз. Ал егер де сіз жаңағы осы әлеуметтік маңызы бар аурулар сізде тіркелмеген болса және сіз осы белгілі бір себептермен осы консультациялық диагностикалық зерттеулерге жүгінген болсаңыз, онда сіз жаңағы өзіңіздің учаскелік маманыңыз арқылы, учаскелік терапевтіңіз арқылы осы зерттеулерге жіберіле аласыз. Енді бұл екі түрде жаңағы болуы мүмкін. Осы әлеуметтік сақтандыру жүйесін айтқан кезде біз сіздермен әрқашанда айтамыз, егер бұл жедел ауру, аяқ астынан ауырып қалған болсаңыз, яғни сізге консультациялық диагностикалық көмек стационарда болсын, емханада болсын, барлығы тегін осы жедел ауруыңызға байланысты көрсетіледі. Ал егер сіз жоспарлы жаңағы диагностикалық зерттеуге немесе консультациялық диагностикалық көмекке баратын болсаңыз, сіз өзіңіздің жергілікті дәрігеріңізден жолдама алып, жаңағы зерттеуге бара аласыз. Бізге көбінесе қойылатын сұрақтардың бірі бұл жаңағы неге емханаларға барған кезде дәрігерлерден компьютерлік томография немесе магниттік резонанстық томографияларға, яғни КТ, МРТ зерттеулеріне неге жолдама берілмейді, неге рұқсат берілмейді деп жатады. Бұл компьютерлік томография және МРТ зерттеулері қымбат тұратын зерттеулердің көлемінде болғандықтан, бұл жаңағы сіздің учаскелік дәрігеріңіздің немесе осы өзіңіздің емханаңыздағы комиссияның шешімімен жіберілетін зерттеу түрлері болып табылады. Компьютерлік томография немесе МРТ зерттеулерден немесе кез келген диагностикалық зерттеуге бару үшін, жоспарлы түрде бару үшін, сіз міндетті түрде әлеуметтік сақтандыру жүйесінде статусыңыз сақтандырылған болуы керек. Ал енді мысалы, егер сіз жаңағы жедел жәрдем арқылы больницаға түсіп жатсаңыз және осы ол мысалы жүрек ауруы болсын немесе кез келген жедел аяқ астынан болған жаңа острое заболевание дейміз, сол кезде егер сіз жедел жәрдеммен түсіп жатсаңыз, сізге барлық зерттеулер тегін көлемінде жүргізіледі. Енді тағы да айтып өтемін, жаңағы барлық инфекциялық аурулар кезінде, бұл жаңағы қызылша ауру болсын, коронавирус ауру болсын, немесе менингит аурулары болсын, яғни қоғамға қауіп төндіретін аурулар кезінде осы барлық көмек мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру бар ма жоқ па, сіз оған қарамай, сізге барлық көмек тегін көрсетіледі. Консультациялық диагностикалық көмек алу үшін пациенттің бағыты учаскелік дәрігерден басталуы керек. Немесе учаскелік дәрігер дейміз, қазір немесе жалпы практикалық дәрігер дейміз. Бұл сіздің жергілікті жердегі өзіңіздің дәрігеріңіз. Сол жолдама арқылы сіз жаңағы қандай да бір ауруларыңыз бойынша диспансерлік есебінде болсаңыз, мамандарға жаңағы зерттеулерге жіберіле аласыз. Енді көбінесе ауыл тұрғындары көптеген қызметтерді жергілікті деңгейде ала алмайтыны туралы сұрақтар көп жатады. Бұл мәселе қазір өте бір күрделі мәселелердің бірі.
Дегенмен де облыс көлемінде, біздің облыс көлемімізде жаңағы кез келген маманның жаңағы диагностикалық консультативтік көмегін алуға болады. Егер сіз республика деңгейінде жаңағы консультациялық диагностикалық көмекке жүгінетін болсаңыз, бұл жағдайда сізді учаскелік дәрігеріңіз арнайы жаңағы денсаулық сақтау басқармасында немесе қазіргі уақытта внештатный жаңағы главный мамандар дейміз, специалисттер дейміз, сол кісілердің шешімінен кейін, комиссияның шешімінен кейін ғана сіз жаңағы республикалық деңгейдегі консультациялық диагностикалық зерттеуге жіберілесіз. Комиссияның шешімі керек міндетті түрде. Бұл жолдаманы сіздің жаңа учаскелік дәрігеріңіз осы облыс көлеміндегі комиссия құрамына жаңағы сіздің бүкіл документтеріңізді жинап жіберу керек. Сол комиссия сізді қарап, немесе өзіңізді шақырту арқылы, немесе жаңағы документтеріңізді тексеру арқылы сізге республикалық көлемінде жаңағы консультативтік диагностикалық қызметтің қаншалықты керектігін, жаңа тиімділігін сол комиссия шешіп, сол комиссияның рұқсатымен сіз ары қарай жаңағы республикалық көлемге жіберілуге болады. Жалпы консультативтік диагностикалық көмектің барлығы, тағы да айтып өткім келеді, мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру жүйесіне қатысқан болсаңыз, және сіздің статусыңыз сақтандырылған болса, сіз кез келген көмекке жүгінуге құқылысыз. Бүгінгі тақырыбымыз осындай. Назарларыңызға рахмет.